Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осы көрпешені тігуді аяқтаймыз. Шетіне жолақ, астына сатин матасынан астар саламыз және шетіне замок салатын боламыз. Бізбен бірге болып, видеоның соңына шейін тамашалаңыздар. Көрпешеміздің ені және ұзындығы 2,5 болу үшін ортада тігілген құрақ пен оюларды біріктірген кезде есептейміз. Яғни бізде 62-де 20 сантиметр болды. Демек, екі бас жағына 15 сантиметрден, екі шетіне 10 сантиметрден аламыз. 1 сантиметр тігіске кететін болады. Осылай барлық керек жолақтарды қиып дайындап аламыз. Және ең алдымен екі бас жағын тігіп аламыз. 15 сантиметрден кесілген жолағымызды бас жағына қойып, бір-біріне беттестіріп, теріс бетінен тігетін боламыз. Біздің арнамызға жазылып, лайк басып, және астына комментарий қалдырсаңыздар болады. Видеоның соңына шейін тамашалаңыздар. Аяқталғаннан кейін екі шетін осылай кесіп, екі қайтара тігетін боламыз шетін. Бірінші басын тігіп болған соң, ары қарай екінші басын тігіп аламыз. Көрпешеміздің екі шетін тігіп болғаннан кейін, енді жанын тігуге кірісеміз. Бас жағын екі қайтара тігіп, осылай түзу тігіспен тіге бересіздер. Міне, енді біз көрпешенің беткі бетін дайындап болдық. Енді бізге астарлау қажет болады. Ең алдымен біз астар матасына сатин материалын таңдаймыз. Оның түсі көрпешеңіздің түсімен бірдей болу керек. Сатин матасын ені 1/60 болады, соны 2-ге бөлсеңіз болады, немесе енін 80, ұзындығын 2/50 етіп өзіңіз қиып аласыз. Беткі бетіне біз енді замокты тігетін боламыз. Замокты да дәл көрпешенің түсімен бірдей етіп аласыз, және енін ұзындығын дәл көрпешенің енімен сәйкестендіресіз, яғни 80 сантиметрден өлшеп аласыз. Шетін 1 сантиметр астына қарай қайырып, замокты тіге бастаймыз. Замокты тігіп алғаннан кейін, енді екінші бетіне сатин матасын, яғни астар матасын тігетін боламыз. Дәл замоктың тігетін жеріне, замоктың екінші шетіне тігіп аламыз.
Оны да солай шетін қайырып, сосын тіге бастаймыз. Міне замокты тігіп болдық, енді шеттерін тіге бастаймыз. Артық жіптерін болса қиып тастасаңыздар болады. Жағын 1 сантиметр ішке қарай қайырып тіксеңіздер, көрпешеңіз шыдамдырақ болады, яғни сөгіліп кету қаупі болмайды сізде. Және сетінемейді шеті. Видеоның соңына шейін тамашалағаныңыз үшін рахмет. Бізбен бірге әрдайым осындай әдемі көрпешелерді тігуді үйреніңіз. Лайк басып, подписка жасап, және өз пікірлеріңізді астына қалдырсаңыздар болады. Сау, сәлеметте болыңыздар.